Болды. Орынсы бұлай. Тағы да үш мәселені айтып берем. Осымен тынышталайық. Неге десеңіз, ана жақта халық жинаған жанжал болса өте ұят болады бізге. Керек жоқ. Біз енді біліп тұрмыз ғой. Қазақ халқы ол енді шыдамды халық. Сол себептен тоқтаңыз. Міне. Тоқтаңыз. Міне. Мен Майсан аудан мәслихатының депутаты Сайран Қайолдамын. Енді танымайтындарға айттым. Енді мына өкіметтің жаңа шығарған немесі бар. 3 бөлік бөліпті. Өзіміздің азаматтарды мысалы қабылдауға, стационарлық жатқызуға. Бұл енді бізге ұнай ма, ұнамай ма, біз өзіміздің азаматтарымызды қабылдауымыз керек. Облыстың әкімі дұрыс айтып отыр. Бірақ мәселе қай жерде қабылдауда? Мен мысалы мына Сыпыту емес, ана жаңадан бос ақыра 33 миллионға ремонтталған больницаның жанындағы мектепке апарып, сыртын күзетіп отырып, сөзді ұстаған дұрыс емес. Енді қайдағынан болса да жоқ, Қытай емес, өзіміздің кісілерді. Мынау коронавирустың жатыр ғой. Бұл өте қауіпті, емделмейтін ауру. Бізде больницада қарапайым ауру емдейміз. Егер шықса, қарапайым ауру емдейміз. Мақұл шықпай ғана, балалардың бәріне уландырайын деп. Тоқтаңыздар. Міне, онда бұлай болсын. Тоқтаңыздар. Оқысы. Ой, туысқандар. Мына кісі жаңаған ұсыныс айтты. Енді ол ұсынысын іске салмаймыз. Неге десеңіз, сіздер қарсы болып тұрсыз ғой. Дұрыс қой. Мектеп қана болу керек. Бос тұрса да қазір мектепте ешкімді тоқтаңыз. Тыныштаңыздар, туысқандар. Міне, жаңа мына депутаттың мәслихаты ұсыныс кіргізді, мектепке апарайық. Дұрыс емес. Балалардың орнына біз кімді де апармаймыз. Келістік қой. Мектеп болу керек. Мектеп. Сол себептен. Нече жасайсан іште керек. Қалайда мың бәлембай көмөзесің. Ауыр болмайда қалай айтпайсыңдар сендер. Жатақханада қалай жардат ойламайсыңдар ма? Балаларыңды ойлаңдар. Жатақханада. Еші жері бар, жатыр. Қалай ойламайсыңдар сен балаларды. Olmay, geldim ekenge. Халық, тынышталыңыздар. Мен жаңа 9-дан келдім. Осы бір жұманың алдында 9-ға бір Қытай азаматы келген дейді. Одыранда картинерде жатыр деді, ол нақ емес білмеймін. Сол үшін мына кісі 9-ға барып, соның шынға өтірік бар. Ақтап берсе, ол жерде халықты тойсандырсақ, халықты осып отыр, бізге соның шын өтірік керек. Ол келіп жатса, Қытай келіп жатса, оны неге ауашаламайды? 14 күнде неге деметсек? Қаншасы келіп жатса, оны білмейміз. Соны сіз барып, ақтап берсеңіз, өтініш. Бітті, мен қазір 9-шы базарға барайын. Қорытындысы былай, біріншіден тағы айтып берейін. Бір шет мемлекеттік азамат шекарадан өтпейді. Келістік қой. Ол екіншіден барлық 5 жігіт келгенде ол жарайды. Жоқ, Өскеменге әкетеміз. Өскеменге әкетеміз. Үшінші мәселе. Нұрсұлтанға апарсын. Енді барлық мүмкіншілік Астанадан артық Өскеменде бар. Сол себептен жоқ, бізде Астанадан артық мүмкіншілік бар. Чемеранды жаппайды, Нұрсұлтан апарсын. Нұрсұлтан өзі емдесін.
Анық сөз айтыңыз. Енді 42 Қытай туралы тоқтаңыз. Үш күндің ішінде біз шешім алайық. Неге десеңіз, ол халықаралық мәселе. Үш күн мен сөз берем, үшінші күнде тағы да осында келем. Бүгін жұма, сенбі, жексенбі, дүйсенбі күні сағат 10-да мен осы жерде болам. Сөз берем. Үш күннің ішінде, үш күннің ішінде шешім аламыз. Неге десеңіз, ол халықаралық мәселе, мен ақылдасуым керек. Үш күн маған бересіңдер ме? Үш күн. Гранцаны бүгін жабыңыздар, гранцаны бүгін барып тексеріп жабыңыздар. Қазір ол Қытайларды өткізбесеңіз, ол Қытай 3 күнге шыдамайды, өліп кететін деді. Ай, халық! Мына кісі 9-ға барам деп отыр, барлығымыз 9-ға барайық. Сонымен 5 кісінің біреу Айнабұлақта жатыр деген сөз бар, өтірік пе шын ба білмейміз Қытайдағы. Шалқарда жатыр деген сөз. Бұдан анықтамай кетмейік халық. Бізге жан керек, басқа ештеңе керек жоқ. Серменов Айдын Шалқарда жатыр дейді. Серменов Айдын Шалқарда жатыр дейді. 5 кісі ауырған Қытайдағы 5 кісінің біреу өзі міне Шалқарда үйінде жатыр дейді. Шығып қойыпты. Biz hükümetke karşı emesiz, tek gene talap koyuşumuz. Bizge can gerek. Spektakl. Toğuzga gittik. Şalkar